Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен духовкада пісірілген тауық етінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл үнемі өзім қолданатын рецепт. Қонақтарға арналған дастарханға немесе үйде балаларыма пісірген кезде қолданамын. Өте қарапайым, бірақ дәмді болып шығады. Міндетті түрде сынап көрсеңіз болады. Бұл жерде менде 2 кг тауық еті. Мұзынан ерітіп, жақсылап жуып тазалап алдым да үстіне 1 шай қасықтай тұз сеуіп, бәрін дұрыстап араластырдым. Етке тұздың емдегенше бір шетке қоя тұрамыз да, орташа 2 бас картоп және орташа 1 бас пиязды аршып тазалап, турап дайындап аламыз. Бұл жерде картоп қосу міндетті емес, ал пиязды міндетті түрде дәмдеуші ретінде қолдануыңызға болады. Енді жаңағы тұздалған етке мен 3 ас қасық паприка, яғни тәтті бұрыш ұнтағы, 1 ас қасық куриный бульон дәмдеуші және 2 ас қасық соя сұйықтығы, сондай-ақ 2 ас қасық сұйық май құйып, бәрін жақсылап араластырамын. Сосын осы дәмдеуштеріміз сіңгенше 15 минутқа қоя тұрамыз. Енді духовканың табасына алдымен осы тауық етін жақсылап сыйғыза отырып дізіп шығамыз. Сосын босаған ыдысымызға жаңағы туралған картоп пен пиязды салып, тауыққа қосқан дәмдеуштерден аз мөлшерде саламыз. Тек тұз қоспаймыз. Сосын оны табамыздағы тауықтың арасына және астыңғы жағына келтіріп, оларды да орналастырып шығамыз. Осы дайын болған етті 220 градуста қызып тұрған духовкада алдымен 30 минутқа пісіреміз. Минуттан соң астыңғы бетін үстіне қаратып бәрін аударып шығамыз. Өйткені салған етіміз өте жиі орналасқандықтан арасы немесе келесі беті піспей қалуы мүмкін. Сосын тағы да 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Неге бас аяғы 50 минутта тауық етіміз құп-құрғақ болып, қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде сынап көрсеңіз болады. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.